Міне осы тазалық мәселесіне, құрметті жамағат, біз ерекше дәрежеде көңіл бөлу керек. Біз мынандай бір 4 мәселе бар. Біздің өмірде орын алатын нәрсе. Сол кездерде өзімізді абайлау керекпіз. Мысалы, бірінші, көп сөйлеу деген нәрседен сақ болу керекпіз. Мысалы, артық сөздер, мысалы. Ол сізге Алла Тағала тіл бергеннен кейін ол тілімізді тазартпасақ болмайды екен. Мысалы, бұл тіл таза болмаса, жүрек таза болмайды екен. Жүрек таза болмаса, ол иманның өзі дұрыс болмайды екен ол. Яғни бізді жамандықтан сақтай алатын жағдайға жарамай қалады екен ол. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ла ястақиму иману ахадикум хатта ястақима қалбуху." Сендердің біреулеріңнің иманы түзу болмайды. Иманның түзулігі деген нәрсе бар. Неге? Өйткені біз иман келтіргенбіз, бірақ біз ғайбат айтып жатырмыз. Біз жағында біреумен ұрысып жатырмыз. Біз сараңдық қылып жатырмыз. Ол түзулік па? Сендердің біреулеріңнің иманы түзу бола алмайды дейді, жүрегі түзелмейінше. Енді қараңыз. "Вала ястақима қалбуху хатта ястақима лисануху." Жүрегі оның түзелмейді, тілі түзелмейінше дейді. Олай болса, тіл, мына бізге берген тіл. Осының өзіне иелік ете алсаң, сен бақытты адамсың. Сен бақыттысың. Оны иелік ете алуды неден үйренеміз? Ситуация болып қалды, сіздің хақыңызға біреу қателесіп қалды, немесе жанында біреу қарсы сұрап келді, немесе осындай бір жағдай болып қалған кезде сен сәл үндеме. Өзіңнің жаңағы Аллаға мұқтаж екеніңді есің ал. Сен ешкім емес екеніңді есің ал. Осы күнге дейін қандай нәрсеге жетсең, Алла жеткізді сені тек. Осы нәрсеге кірді, өзіңді еске ал. Мынау Алла Тағаланың "сен пақырсың маған" деген сөзін еске ал. Сөйтіп тауфиқ келеді да, санаң барлығы. Жаңағы енді ана кісіге айтатын сөзің мүлде басқаша болады. Ан жаққа берем деген ниет бағана жоқ еді. Кәдімгідей бергің келіп кетеді. Сол сәл нәрсе керек құр. Сәл өзіңді Алламен байланыстыратын сәттер керек. Ол нәрсесіз кіріспеңіз, іске, сөзге кіріспеңіз. Ақылдың өзі істейтін уақыты тек сол кезде. Жаңағы кішкене ойланасыз, Алла Тағала ақылыңа тауфиқ береді да, сосын ол сізге Алла риза болатын нәрсені ғана істетеді. Біріншіден, сондықтан сөйлеу мәселесінде бұл тіл деген нәрсенің өзіне осылай назар аударатын болсақ, көп сөйлей бермеуді, болмайтын сөздер, анекдоттар болсын, тағы да басқа нәрселер, ғайбат, өсек уже жеркенетін уақытың біз жетті оған. Ол жаман нәрсе. Жоқ тіліңізде сол нәрсе. Соған жету керекпіз біз. Ол үшін жаңағыдай кім Омар радиаллаху анху айтады: "Ла туксирул калама." Көп сөйлей бермеңдер дейді, әйтеуір Құдай Тағала тіл берді екен деп. Ұйымдастырып тілдерді тарсылдап сөйлей бермеңдер дейді да, өйткені көп сөйлей беретін кездерінде фаинна касратал калами тужидул қалбал қасия, жүрегіңді қатайтып тастайды дейді. Жүрек қатаяды да, сіз өзіңіздің кемшіліктеріңізді көре алмайтын боласыз, мүлде. Бірақ біреулердікін кәдімгідей көретін боласыз. Өзіңдікін мүлде көре алмайтын боласыз. Жүрегің қатайып кетеді дейді. Ал жүрегі қатайған адам Алладан ең алыс отыратын адам болады дейді ертең қияметте, мысалы. Орны. Сондықтан тіл, осы нәрсені түзесек, бірінші ол тазару мақсатында. Екінші, касрату тоғам. Мысалы, жаңағыдай көп тамақ жей беру деген нәрседен де тоқтауға тырысу керекпіз. Мысалы, біздің осы Рамазан айында біз сәресін ішеміз ғой. Енді біздің сәре ішіп атқанымызда сахабалар көрсе, білмеймін бізге не айтатынын олар. Біз сәресін ішкен кезде, біз шын мәнінде қарнымыз ашпайды кешке дейін. Өйткені біз оны сол үшін ішеміз ғой да. Міне, енді Аллаға шүкір, әйтеуір ораза ұстап, Алла Тағала дидарын іздеп жүрміз ғой. Бірақ сонда да біз сондай нәрселер бар бізде. Содан не ғұрлым, өйткені ол сіздің есте сақтау қабілеті, Құранға көңіл беру бір не, сондай жақтарға есік ашады ол. Алланы жауып тастайды. Көрдіңіз бе? Көп нәрседен келмей қалады. Сол оразаның өзінде біз сезе алмай қаламыз. Яғни оразаның өзі мақсаты Аллаға мұқтаждығыңды сездірту ғой. Енді мысалы физикалық жұмыс істеп жүргендер бар. Тамақ ішкенмен де заводта істеп, шахтада істеп, олар сезеді енді. Өйткені жоқ болып кетеді ғана бірден. Олар шын мәнінде сезеді да. Енді олардікі шын мәнінде Аллаға мұқтаждықты сезіліп жатқан нәрсе болады да, мысалы.
Одан кейін касратул мухалата дейді. Мына адамдармен мысалы көп араласа беру. Әр жерге араласа бересің да. Араласа бересің, әйтеуір танысың көп болу керек. Менде таныс көп, менде не көп, менде ол керек емес ол тақырып. Алла Тағала Ал-Құран сүресінде не деді? Ваттаби мен анаба сабила мен анаба илайя. Мына инабат деген сөз бар ғой бізде. Инабат деген нәрсе тәубаны білдіреді. Бірақ тәубадан ерекше бір тұсы, бұл енді жүрегің нақты Алла Тағалаға қарай еңкейген, иілген адамды білдіреді. Күнәдан шын қайтқан адамды білдіреді. Мен соқтан аты айтады, сол күнәдан шын қайтқан адамның қасында жүр дейді. Әйтпесе басқасы ғайбатты үйретіп жібереміз бір-бірімізге. Ананы үйретіп жібереміз, мынаны тақырыптар көбейтіп жібереміз, сұрақтар көбейтіп жібереміз. Ол сізге пайда бермейді. Уақытыңды, бүкіл нәрсені алып жатқан нәрсе ғой. Араласасың ба? Сондай жаңағындай мысалы адамның қасына барсаң, кәдімгідей сен жүрегіңді біраз жақсы нәрсеге үйретіп жіберуі мүмкін анау. Өйткені ол Алла Тағалаға еңкейгеннен кейін қазір одан жаман нәрсе істей алмайсың. Ол тек сондай жүрекпен сөйлейді сізге, айтса да бірден кені да. Соқтан ата көрсетіп қойды. Иттабиғ сабиля мен анаба илайя. Маған қарай тәубамен қайтқан адамның жолына түс дейді. Соған дос бол, соған үйір бол. Басқалармен де араласасың ғой. Араласуың керек, біреуге жақсылық үйретесің, біреуге көмек бересің деген нәрсе. Бұл жерде мәселе көп отырып, жаңағындай сөйлесетін нәрселерде сондай адамдарға үйір бол дейді. Сосын көп қарау, төртінші нәрсе. Жаңа айттық, көп артық тамақ дедік, артық араласу дедік, артық сөз дедік. Енді артық қарау. Аталла көз бергеннен кейін сізге бұл сізге пайдаңызға қызмет етсін деп берді ғой. Мысалы енді біз өз әйелің бар ма? Біреудің әйеліне қарама. Өз көлігің бар ма? Арзан болса да біреудің көлігіне қарама. Неге қарайсың оған? Не керек ол сізге? Көрдіңіз бе? Сол секілді сіз өйткен Алла Тағаланың байлығын танығаннан кейін сізге керек па біреудің байлығы? Ол оның сынағы ғой, болды. Сондай нәрселер бар да. Сосын біреудің үйіне барып қойған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: біреудің үйіне бардың ба? Ва иза назара ахадукум иля ман фудила алейхи фил мал. Сендердің біреулерің мал дүниесі өзінікінен артық бір үйге барып қалса дейді. Сөйтіп қараған кезде мал көзіңді біраз алған болуы мүмкін. Кәдімгідей алып кетті дейді мысалы. Сонда не дейді пайғамбарымыз? Фалянзур иля ман хуа асфала минху. Дереу барда мал дүниесі өзінікінен аз, төмен үйге барып қайтсын дейді. Көрме? Залика аждару алла таздару ниғматуллахи. Сонда дейді Алла Тағаланың саған берген нығметін бүйтіп өзіңе берілген нығметті, өзіңе берілген нәрсені жек көріп немесе мардымсыз көріп қалмауыңа осы көмектеседі дейді. Сонда сіз өзіңіздікін, Алла шүкір деп соғын бір ерекше намаз оқып жүруіңізге мүмкінсіз. Сондықтан соны пайғамбарымыз қарай берме әр нәрсеге. Адамдардың қолындағы нәрселерге қарама дейді. Кешегі Абузарға айтып отыр: Абузар, адамдардың қолындағы нәрседен үмітіңді үз. Байдікін тіле. Әл-Ғани, Алла Тағала, аса бай, мұқтажсыз Алланыкін тіле. Көрдіңіз ғой? Сол сізге ертеңгі сізді байытатын нәрсе. Алланың алдындағы бедел, Алланың алдындағы ғиззат, осылай ғана жете аламыз да бұл нәрселерге. Наваяттың соңында кімде-кім тазарса, онда тек қана өзі үшін тазарып жатыр. Осыны түсінейік біз.